Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін өте ерекше тағаммен бөліскім келіп отыр. Жасалу жолы оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар, сіздерге талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Ең бірінші картошкамызды алып, үстіне су және де тұз салып, жақсылап араластырып, қайнатып пісіріп алатын боламыз. Екіншіден бізге бір пияз керек. Сол пиязымызды ұсақтап турап алып, оны біз фаршымызға салып араластырамыз. Бізде осындай сиыр еті, сол сиыр етіне туралған пиязымызды салып, татымына қарай тұз және қарабошты салып араластырамыз. Осы фаршты енді 9 бөлікке бөлетін боламыз. Әр бөлігінен бір-бір шарик жасаймыз. Мінекей бізде 9 бөлік дөңгеленген шаригіміз шықты. Біздің картошкамыз пісті, енді осыны езіп, пюре жасаймыз. Пюренің дәмі жақсы болу үшін, осындай сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Оның үстіне 3 қасық сүт қосамыз. Және дәміне қарай тұз қосуды ұмытпаңыздар. Ерекше дәм болу үшін оған укропты турап қосып жібереміз. Біздің пюреміз дайын болды. Бұны да 9 бөлікке бөліп, әр бөлігіне шариктар жасаймыз. Домалақтап шығамыз әрбір бөлігін. Барлығын домалақтап алдық. Енді осындай доскың үстіне қойып, әр қайсысын үстінен басып шығамыз. Дәл видеодағыдай істейсіздер. Әр қайсының үстіне бір-бір дөңгелек фарштан қойып шығамыз. Және де осы картошканы сыртына дәл видеода көргендеріңізде қолдарыңызбен басып, круг жасап шығасыздар. Мінекей бізде барлығы 9 домалақ шықты. Енді осыны формамызды сары маймен майлап, оның үстіне бір-біріне жақын қойып, дізіп шығамыз.
Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз, оның 35 минут ішінде пісіріп шығамыз. Мінекей біздің 35 минутымыз өтті. Бұны бір-біріне жақын қойсақ, бұлай жайылып кетпейді. Мен кішкене алыстау қойғандықтан картошкам кішкене жайылды. Енді бұның үстіне бір ас қасық мөлшерінде болатын майонез жағып шығамыз. Оның бетін толықтай жауып, осылай қасықпен жайып шығасыздар. Бұны жағып болғаннан кейін тағы да 5 минутқа духовкаға салып шығамыз. Мінекей біздің тағамымыз осылай дайын болып пісіп шығады. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді шығады және тез жасалады. Сіздермен болған Альмира. Сіздерге ас болсын. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Қарап көргендеріңізге рахмет.